Қыздарға білім алу маңызды емес. Қыздарға мамандықтан бұрын мама деген нәрсе бар. Отбасылы өмірге дайындалу керек. Қыздарға оқу, диплом деген керек емес. Қызыл дипломмен қызыл жанып тұрған плитаның алдында тұрады бәрібір. Сондықтан да мен ойлаймын, қыз баласы отбасылы өмірге көбірек дайындалу керек. Жұмысымен, бірақ үйдегі жұмыс одан биік маңызды. Мына кісінің интервьюін көріп шоке болып отырмын. Ойбай-ай. Қыздарға білім, мамандық, ештеңкенің қажеті жоқ дейді. Білімнің қажеті жоқ, мамандықтың қажеті жоқ, ол тек күйеуге шығып плитаның алдында тұрсын дейді. Оқымаған, көз ашық емес, білімі жоқ, құқығын білмейтін ана ертең қандай бала тәрбиелейді. Өзінің ұрпағы ертең, мысалы жай еркектің ұрпағы сондай анадан туылса, қандай бала болып өседі екен? Өйткені міндетті түрде баланы анасы тәрбиелейді. Баланың жақсысы нағашыдан деген сол. Өйткені ана өзінің үйінде қыз қандай тәрбие көріп өсті, соны өзінің балдарына береді. Сол үшін нағашыдан деп айтады. Еркек адам өйткені көбінесе сыртта жүреді. Енді кімнің ойы қандай осындағы? Оқымайтын, оқымау керек деген еркектер. Білмеймін, түсінбей отырмын, короче. Кім қалай ойлайды? Мына еркектікі дұрыс па, бұрыс па?